Америка құрама штаттарын қоспағанда, тарихтың басында халықаралық жүйеде көрнекті иерархиялық позицияға ие болған барлық мемлекеттер Евразия құрлығында пайда болды. Осыған байланысты ұзақ мерзімді перспективада Бразилияның ұлттық мемлекет ретінде құрылуы салыстырмалы түрде жақын болды. Осылайша жаһандық геосаяси шахмат тақтасында Бразилия кешігіп келген ойыншы болып табылады. Алайда Бразилия бір сәтте ұлы держава бола алады деген идея жаңа емес. Бразилия мемлекет қайраткерлері, дипломаттар мен генералдар 19 ғасырдан бастап осындай ұмтылыстарды тура ойлады. Және тіпті Генри Киссингер мен Джордж Кеннан сияқты реалисттер ондаған жылдар бұрын жасырын әлеуетті ескере отырып, Оңтүстік Американың Голиаты ақыры оянды деп болжаған. Шынында да Бразилияның өзін жаһандық ауқымды қарастырылатын күш ретінде қайта көрсетуге тырысуы американдық жарты шардағы ең маңызды геосаяси құбылыстардың бірі болып табылады. Дегенмен, Бразилияны қазіргі ұлттық мемлекет ретінде шоғырландыру бір қалыпты өтті деп сену қате болар еді. Іс жүзінде ел төңкерістерді, әскери және азаматтық диктатуралардан, шетелдік жасырын араласулардан және қатал ішкі саяси бәсекелестен аман қалды. Алайда осы мәселелердің барлығына қарамастан ел тараған жоқ. Осылайша Бразилия өзінің ұлттық мемлекет ретінде өміршілердің дәлелдеп қана қоймай, сонымен бірге өзінің өсіп келе жатқан даму траекториясы мен көптеген бақылаушыларды осы Оңтүстік Америка мемлекетінің болашағы зор деп ойлауға мәжбүр етті. Мұндай көзқарастар 2001 жылы экономист Goldman Sachs Джим Нил BRIC аббревиатурасын айтарлықтай әлеуетті бар дамушы нарықтар тобына сілтеме жасау үшін ойлап тапқанын берер күшейе түсті. Оның бірінші әрпі B Бразилияны білдірді. Сондықтан Бразилияның талапты мемлекет ретінде көшбасшылық рөлі ұмтылуы шынайылықты алыс болған Дон Кихот пресс жорығы емес. Елде осындай амбицияларды жүзеге асыру үшін қажет нәрсенің бәрі бар. Бразилия ұлтының барлық күші тек супердержаваларға тән стратегияларды жүзеге асыру үшін қажетті маңызды массаны қамтамасыз етеді. Бразилияның әлеуетін құрайтын ресурстар мен мүмкіндіктер қандай? Және неге Бразилия мүмкіндігінше жоғары көтерілмейді? Бразилияның бағасы қандай? Бүгінгі шығармаларда осының бәрі және тағы басқа туралы. Жиырмасыншы жылдардағы есепке қош келдіңіз. Педро Альвареш Кабрал 1500 жылы 22 сәуірде ресми түрде ашқан ел Веракрус ретінде дүниеге келген. Бірақ әрине жергілікті тұрғындар қоныстанған. Әрине ол кезде ешқандай мемлекеттілік туралы сөз болуы мүмкін емес еді. Және сол кездегі екі отаршыл держава Португалия мен Испания Тордесиль келісімімен әлемдік екіге бөлді. Нәтижесінде қазіргі Бразилия территориясының басым көпшілігі Оңтүстік Американың ең шығыс жағалауын қоспағанда Кастилиялықтарға көшті. Бірақ Пиреней түбіндегі мыңдаған теңіз миль қашықтықта орналасқан өршіл зерттеушілерді тереңдетуге кім бедерді? Бразилиялық зерттеушілер топтарының және Португалия короліндегі экономикалық амбицияларының арқасында сәйкесінше Бандерайш пен Энтрадаш деп аталатын бірнеше экспедициялар Тардесилестің ойдан шығарылған нүктесіне сәйкес келмеді және континенттің қолайсыз ішкі аймақтарын зерттеуге шешім қабылдады. Олар алтын, күміс және құлдарды іздеп сол жерге кірді. Нәтижесінде қазіргі Бразилияның көп бөлігінде португалдықтар үстемдік пайда болды. Әрбір жаңа аумақта тәждің атынан бекініс салынды. Қазіргі Бразилия қалыптаса бастады. Шындығында батысқа қарай бұл кеңею 1580 жылдан 1640 жылға дейін Португалия Испанияның қол астында болған кезде Пиреней одағының құрылуына белгілі бір дәрежеде ықпал етті. Жылдар өткен соң 1750 жылғы Мадрид келісімі екі держава арасындағы аумақтық дауларды шешіп, Бразилияның қазіргі шекараларының көп бөлігін нығайтты. Осының арқасында ол Оңтүстік Американың алыбына айналды және шын мәнінде Бразилия орасан зор. Бұл 5-ші өсім 8,5 миллион шаршы шақырым аумағы бір әлемдегі ел. Бұл Үндістаннан 2,5 есе көп. Бірақ Үндістаннан айырмашылығы Бразилия Евразиялық орталықтан әлемнің экономикалық қозғалышынан алыс. Бразилия Оңтүстік Американың жартысынан
шамасына жуығын құрайды, 48%, ал 8.000 шақырымға жуық жағалау сызығы әлемдік мұхитқа тамаша шығуға қамтамасыз етеді. Бразилия әскери теңіз күштері көк Амазонка деп атаған ерекше 3,5 миллион шаршы шақырымдық экономикалық аймақты қосыңыз. Сонда сіз аймақтық супердержаваның барлық дерлік географиялық сипаттамаларын аласыз. Өзінің алып көлемін байланысты ел 11 әлсіз мемлекеттермен шектеседі. Олардың көпшілігі бұрын Испанияға тиесілі болған. Дегенмен, ел аумағының көбі бөлігі сирек қоныстанған тропикалық джунгли болып табылуда. Өйткені олар тұрақты қоныстар мен оларды қолдайтын ілеспе инфрақұрылымды құруға іс жүзінде жарамсыз. Сондықтан елдің саяси және экономикалық орталықтары өмір сүруге ыңғайлы жағалауға жақын орналасқан. Бұл фактор екі қырлы қылыш. Ол халықаралық саудаға қатысуға және маңызды теңіз әлеуетін дамытуға мүмкіндік береді. Екінші жағынан мұндай геосаяси конфигурацияларының ұлттық интеграцияның тұрақты проблемасы және ықтимал теңіз шапқыншылығы қаупі сияқты осал тұстары бар. Дегенмен Бразилияның алаңдайтыны ештеңесі жоқ сияқты. Сайып келгенде, ел өзінің жақын шетінде орналасқан барлық мемлекеттерге қарағанда әлдеқайда күшті, ал теңізде айтарлықтай күш әлеуеті бар теңіз державалары кем дегенде тарихтың қазіргі кезінде Бразилиямен қақтығысуға мүдделі емес. Сонымен қатар, Амазонка тропикалық ормандарымен жабылған аймақ Бразилияны нақты немесе ықтимал хаос көздерімен, соның ішінде Венесуэла мен Колумбия тауларымен және оның көршілері арасындағы бірнеше дау шекаралармен тікелей байланыста болудан қорғайтын табиғи буферлік аймақты ретінде әрекет етеді. Сол сияқты Бразилияға Аргентина, Чили және Боливия сияқты көрші мемлекеттердің тұрақсыздығы әсер етпейді. Бразилия алаңдататын ештеңе болмаса да, ол ақштан кейін американдық жарты шарда әскер күштері саны бойынша екінші орында тұрған айтарлықтай әскери күшке ие. Елдің әуе күштері Швецияның төртінші буыны Гриппеннен тұрады. Олардың жалпы саны 40 болуы керек. Әскери теңіз күштері өзінің күшінен дизельдік электрлі сүңгуір қайығын іске қосты. Аскарпен класы Франциямен серіктесте салынған, бірақ толығымен Бразилияда. Оңтүстік Америкада елінде күрделі техника платформалар мен қару-жарақ шығатын өзінің әскери өнеркәсіптік кешені құрылды. Армия ондаған Астрос және жаңа Гуарани бронный транспортерлерін сатып алды. Барлығы отандық өндіріс. Ел сонымен қатар 300 шақырымға дейін қашықтықтағы өзінің тактикалық қанатты зымыранын жасау процесінде. Бразилия флотында экспедициялық соғыста жүргізуге мүмкіндік жоқ, өйткені ол қажет емес. Оңтүстік Америка бұл мемлекетаралық соғыстың болашағы сирек кездесетін аймақ, тіпті аймақтық емес. Ұлы державалардың жақын арада Бразилияға басып кіруі екіталай екені ескеру қажет. Сонымен Бразилия әскери күштерінің негізгі міндеттері аумақтық, суларды қамтитын елдің кең аумағын қорғау, көбіне көк Амазонка деп аталатын осылайша мемлекет толық бақылау мен тиімді басқаруды қамтамасыз ете алады. Басқару аймақтың кепілдік Бразилияның ұлттық мүдделерін жүзеге асыруға қолайлы геосаяси күштердің тепе-теңдігі, Бразилияның табиғи ресурстарын қорғау, зиянды мемлекеттік емес актерлармен байланысты дәстүрлі емес қауіптерді басу, ұйымдасқан қылмыскер топтар және трансұлттық террористік желілер сияқты. Және сайып келгенде, Бразилия қарулы күштері қатал күштің құралы ретінде Бразилия мемлекетінің сыртқы саясатына деген сенімді қолдайды. Бұл сенім өз уақытында жаппай қырып жою құралдарын көмегімен көзделді. 70-ші жылдары көрші Аргентинамен бәсекелестік әлдеқайда қатал болған кезде Бразилия ядролық қару бағдарламасын іске қосқанын ұмытпаңыз. Осы мақсатта 1975 жылы Бразилия Германиямен тарихи келісім жасады. Келісім шарттарды бойынша немістер уранды ядролық отынға айналдыратын өнеркәсіптік кезеңдік игеру үшін Бразилияға қажетті технологияны экспорттайтын еді. Ядролық технологияны жетілдірілген американдықтар мен аргентиналық көршілер бразилиялықтардың келесі қадамы бомба жасау деп қорықты. Дәйек сөздің соңы. Сол кезде Аргентина мен Бразилия әскери диктатура кезінде өмір сүрді. Ядролық қаруды тараптау туралы шартта қосылудан бас тартты және екі елдің шекарасында Итайпу су электр станциясының құрылысы туралы келіспеушіліктер болды. 2015 жылы жарияланған құжаттар Америка Құрама Штаттарының екі елге де ядролық ынтымақтастық туралы келісім жасауға және бұл мәселені жабу қысым жасағаны көрсетті. Ақыры солай болды. Дегенмен Бразилия болашақта
ядролық қару жасау үшін қажет болуы мүмкін технологиялық ресурстар мен мамандандырылған білімді сақтайды. Лос-Аламос ұлттық зертханасының сарапшылары алдыңғы ядролық қызметті ескере отырып, Бразилия 3 жыл ішінде ядролық қару шығаруға қабілетті деген қорытындыға келді. Бразилия мен Аргентина арасындағы 1985 жылы 30 қарашада Рауль Альфонсин мен Хосе Сарсеннің демократиялық азаматтық үкіметтері Игуасу декларациясына қол қойды. Ол кейіннен оңтүстік ортақ нарықтық негізін қалады. Меркосур, оған Уругвай, Парагвай, Венесуэла жақында демократиялық келісімге қатысудан шеттелді және Боливия. Осылайша, Меркосур Бразилия мен Аргентина басқаратын бүкіл оңтүстік Американың интеграция процесінің бөлігі болып табылады. Алайда аймақ елдері Бразилия арасындағы экономикалық, аумақтық және демографиялық жағынан үлкен айырмашылықтарға байланысты мұндай интеграция әлі де алыс және әр ел негізінен өз жолымен жүреді. Бұл континентке зиян келтіреді. Бұл ішінара Бразилияның импортты алмастыру саясатында жүйелі түрде жүргізілуіне және сәйкесінше шетелде сатып алынған тауарларды отандық тауарларға ауыстыруына байланысты. Бұл көршілермен экономикалық қарым-қатынасты қиындатады және өнеркәсіптік сектордың дамуын кешіреді. Алайда сонымен бірге кем дегенде оның нарығын неғұрлым қуатты экономикалардың енуінен қорғады. Осылайша Бразилия экономиканың бірнеше секторларын, негізінен агроөнеркәсіптік кешені мен қызмет көрсету саласын уақыт өте келе өнеркәсіптік дамыту арқылы өзінің экономикалық құрылымына профилін арттыра алды. Бразилия бастапқыда қант, кофе, мақта және какао сияқты ауыл шаруашылық өнімдерін өндіруші болғанмен, бүгінде ол негізінен тауарларды қарапайым экспорттаушы ретінде жұмыс істейді. Бірнеше жыл Латын Америкасы мемлекеттер ғана қол жеткізген сапалы ауысу. Мұның бәрі экономика көлемінде көрінеді. МВФ мәліметтер бойынша 2,3 триллион долларды ВВП мен Бразилия қазірдің өзінде Италия, Канада, Ресей және Мексиканы басып озып, әлемдегі ең ірі экономикалар арасында 8-ші орында тұр. Мұндай көлемдер Бразилия қазір тек ауыр салмаққа тең екенін білдіреді. Алайда экономикалық баспалдақпен көтерілу әлі аяқталмауы мүмкін. Өйткені Ұлыбритания мен Францияда қолжетімді болуы мүмкін. Жалпы әлеуетті ескере отырып, ел тіпті Жапония немесе Германияны қуып жетуі мүмкін. Дегенмен, бұл көптеген ондаған жылдар бойы тиімді басқару мен сенімді өсуді қажет етеді. Әзірге Бразилия өнеркәсібі тоқыма болады. Аэроғарыш сияқты салалармен ұсынылған Бразилиялық Embraer бұл үшінші өсім әлемдегі ұшақ өндірушісі, химиялық және автомобиль жасау. Гарвард университетінің экономикалық күрделік аталатын жүктеу бойынша Бразилиялық көршілерінде Аргентина, Перу немесе Боливияға қарағанда экономикалық жағынан күрделірек. Бірақ 133 елдің ішінде әлемдегі 70-ші орын әрине мақтаныш емес, әсіресе ел төмендеуі үрдісінде. Мысалы, 1995 жылы ол әлемдегі ең күрделі экономикалар тізімінде 25-ші орынға ие болды. Алайда бұл ереже таңдалған әдістемемен байланысты болуы мүмкін. Өйткені экономикалық күрделілік обсерватория Бразилия экономикасын әртүрлі бағыттар бойынша әлде қайда жоғары қояды. Таңғаларлық па, жоқ па? Қытай ақш-тан кейін Бразилияның экспорт пен импорт бойынша негізгі сауда серіктесі болып табылады. Және басқалардан үлкен айырмашылықпен Бразилияның Қытаймен сауда көлемі іс жүзінде келесі 6 елмен, соның ішінде ақш-пен сауда көлемінде тең. Бұл ең алдымен оңтүстік американдық алпауыттың стратегиялық минералдардың бай қорына ие болуымен байланысты. Бокситтер, темір рудасы, уран, мыс, литий, титан олардың бірнешеуі ғана. Сондай-ақ мысал аметист, изумруд, аквамарин немесе опал сияқты асыл тастар. Сонымен қатар энергетика туралы айтатын болсақ, Бразилия Латын Америкадағы екінші ірі мұнай қорына ие. Венесуэладан кейін екінші орында, бірақ оны өңдеуге жеткілікті қуаты жоқ. Сонымен қатар, ол гидроэлектр және жаңартылатын энергия көздерінің жетекші өндірушілерінің бірі. Оның егістік жерлері қант, қамыс, соя, кофе, апельсин жүгері, мақта, темекі және тағы басқасын қоса алғанда дақылдарды өсіруге және биоотын өндіруге жарамды. Ел, сиыр, тауық, сүт және шошқа производ өндіруші ретінде салыстырмалы артықшылықтарға ие. Ақырында Амазония био әртүрліктің, ағаштың және тұщы судың керемет көзі болып табылады. Сондықтан Қытайдың толық себепті теруі таңғаларлық емес.
емес. Пекин бәрін сатып алады, бірақ басты позициялар соя, темір рудасы, шикі мұнай және мұздатылған ірі қара еті. ақш-қа экспорт әлдеқайда әртүрлі, соның ішінде Embraer ұшақтары, мұнай және кофе. Бразилия экономикасының орасан зор мөлшері елдің жоғары демографиялық көрсеткіштеріне байланысты екен анық. Халықтың 212 миллионға жуығы. Шын мәнінде Бразилия әлемдегі халық саны бойынша 7-ші және американдық шартты шарда 2-ші мемлекет болып табылады. Мұндай өлшемдер әртүрлі әлемге бразилиялық жұмсақ күш ретінде көрінеді. Осыған байланысты бразилиялық өнер, ас үй, музыка, кино және бразилиялық спортшылардың халықаралық жарыстардағы әсерлі жетістіктері ұлттық бірегейлік нығайтатын, Бразилия мәдениетінің тартымдылығына ықпал ететін және нәзік, бірақ беделді дипломатиялық әсер ететін элементтер болып табылады. Бұл көптеген жылдар бойы Бразилия мемлекетінің сыртқы саясат үшін жоғарғы кәсіби кадрлар қалыптастыруына ықпал еткені сөзсіз. Бразилияның сыртқы байланыстары министрлігі Тамаратияда Латын Америкадағы ең жақсы дипломатиялық қызмет болып саналады. Экономист профессор Андре Виваролла Путильяна атап өткендей, Бразилия бұл өте сирек кездесетін ел. Өйткені оның ең маңызды тарихи тұлғасы мемлекет басшысы, әскери немесе ұлттық азаттық батыры емес, барон Рио Бранко деген атпен танымал дипломат. Шынында да Хосе Параньяс немесе Бран Рио Бранко Бразилия дипломатиясының атасы болып саналады. Өйткені ол өзінің қызметі кезінде Бразилияның оңтүстік американдық көршілермен барлық шекара дауларын бейбіт жолмен шеше алды және 900 мың шаршы шақырым аумақты Бразилия территориясының шамамен 10% қосады, тек дипломатиясының арқасында. Бұл Европаның кез келген еліне қарағанда көбірек жер. Сонымен қатар, 100 жылдан астам уақыт бұрын 1907 жылы Гаагада өткен екінші бейбіт конференция кезінде бразилиялық заңгер Руи Барбоза Алонсо Гурмени жазғандай, европалық әріптестерінің көңілін қалдырып, шағын мемлекеттердің тең құқықтарын жақтады. Осылайша бір сәтте неміс делегаты маршал фон Биберштейн шағымданды. Мен билікті және оның әлемде не екенін қатты құрметтеймін. Мен Гватемала ұсынған адам Германия сияқты биліктің ұлы бейнесін бағалай алатын ешқашан келіспеймін. Бразилияның құрмет үшін күрес біраз уақыт алуы мүмкін, бірақ бүгінгі позицияларының қарасақ, ол тағандағы кішкентай және үлкен балықтар арасында байланыс орнатуға деген ұмтылысы сияқты сәтті болды. Енді Бразилия әлемдегі күштердің тепе-теңдігін өзгертуге және байлықтың бөлінуін оңтүстікке қарай өзгертуге бағытталған жаһандық оңтүстік қозғалысының жетекшілерінің бірі болғысы келеді. Нәтижесінде Бразилияда өзінің ұлттық күшінің барлық компоненттерін бір басқару арқылы ауқымды геосаяси жоспарларды жүзеге асыруға арналған интеллектуалды бағдарламалары жасақтама бар деп айтуға болады. Осылайша осы шындықтарды жан-жақты түсіну Бразилияның неліктен әлеуетті ұлы держава ретінде қарастырылатынын түсіндіреді. Шын мәнінде Бразилияның халықаралық саясаттағы салмағы оның бұрынғы отарлық митрополиті Португалиядан әлдеқайда көп. Енді оқиғалардың осындай өзгерудің нәтижесінде Лиссабон көтерілуде маңызды рөл атқаруға тырысады. Бразилия жоғалып кеткен Португалия империясының заңды мұрагері бола отырып, Бразилия Сахараның оңтүстігіндегі Африка мен Үнді тынық мұхиты елдерін қамтитын португал тілінде сөйлейтін қауымдастық лузафон әлемінің сөзсіз көшбасшысына айналды. Салыстыру үшін испан тілінде сөйлейтін бірде-бір Латын Америкасы ел Испанияны басып озған. Перспективалар туралы айтатын болсақ, Бразилияның Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінде тұрақты мүше ретінде орын алуға деген ұмтылысын дипломаттар да, сарапшылар да байыпты қабылдайды. Латын Америкасының басқа бірде-бір елі мұндай нәрсені талап ете алмайды. Мысалы, дәстүрлі қарсылас Аргентина барлық маңызды салаларда Бразилиядан артта қалды. Ал Мексика шын мәнінде жоғары геосаяси мәртебеге қол жеткізе алатын тағы бір Латын Америкасы мемлекеті Америка Құрама Штаттарының күшімен және оның ішкі мәселелермен жасырылған. Бразилия жағдайында Вашингтонның географиялық қашықтықтық тәуелсіз маневрлер үшін салыстырмалы түрде көбірек мүмкіндіктер береді. Елдің жоғарғы лауазымына үміткер болу үшін бірнеше сәтсіз әрекеттен кейін Луисен Асе Лула да Силва 2003 жылдан 2010 жылға дейін Бразилия президенті қызметін атқарды. Оның билігі бірнеше факторлармен ерекшеленеді.
Бұрынғы кәсіподақ жетекшісі және Бразилияның солшыл саяси партиясының өкілі ретінде оның прогрессивті үкіметі қалыпты социал-демократтармен де, қатал соғысқан Латын Америкасы топтарымен және көшбасшылармен де тығыз байланыста болды. Тіпті оның марқұм Фидель Кастромен жеке достығы туралы да белгілі. Дегенмен Лула бұрынғы үкіметтің макроэкономикалық саясатын сақтауға, экономикалық динамизмді ілгерілету үшін жергілікті бизнес палаталармен, көп жақты институттармен, трансұлттық корпорациялармен және тіпті қаржы қауымдастығымен ынтымақтасуға жеткілікті прагматикалық болды. Алайда Лула әкімшілігінің қызметтегі басты бетбұрыс оның сыртқы саясатының бағыты болды. Бразилия күштердің көпполярлы арақатынасын ілгерілетуге бағытталған бағыты ұстанды. Оңтүстік дипломатиясы деп аталатын бұл конфигурация Бразилияның ұлттық мүдделерін оның аймақтық гегемонияға және ұлы держава мәртебесіне деген ұмтылысын жүзеге асыруға бағытталған. Бұл амбициялар бұрын соңды болмаған. Бразилияның стратегиялық мәдениеті, ұлттық идеологиясы ондаған жылдар бойы жаңа идеяларға, империялық дәстүрдің дамуына ықпал етті деп айтуға болады. Американдық ойшыл Карл Брэнс айтқандай, жоғары стратегия Бразилия Лула дәуірінде көтеріліп келе жатқан орта державаларға жұмсақ тепе-теңдік коалиция құру және олардың басшылығымен аймақтық интеграцияны ілгерілету сияқты геосаяси мәртебесін көтеруге көмектесетін шараларды қамтыды. Бір сөзбен айтқанда, Бразилияның әртүрлі аспектілердегі өлшемдердің арқасында бұл ел аймақты басқаруға арналған сияқты. Бұл сонымен қатар Бразилия көршілерінің оның саясатына деген сенімсіздігінің артуының себептерінің бірі болып табылады. Ол барған сайын империялық деп қабылданды. 2014 жылы Уругвайдың сол кездегі президенті Хосе Мухико Латын Америкадағы Бразилия империалистік ел деген сезім сақталған айтты. Бразилияның империялық көзқарасы оның тарихының салдары болуы мүмкін. Бұл оның сөздері. Екінші жағынан, Сан-Паулу университетінің профессоры Режиан Нич Брессонстың айтуынша, дәйек сөз, егер Бразилия оңтүстік Америкада көшбасшы болмаса, оны Қытай мен ақш жасайды. Рас, бұл көшбасшылық әлі де жиі күмән тудырады. Оңтүстік дипломатия рухында жүзеге асырылатын шетелдегі көптеген инвестициялар көбінесе сыбайлас жемқорлыққа қатысты, айыппаулықтарға, тұманына орналған жеке мүдделерді көздейді. Бір мысал, Мозамбиктегі ел әуежайы. 2004 жылы Бразилияның даму банкі Накала әуежайын салуға 125 миллион ақш доллары көлемінде несие берді. Жоба Лула әкімшілігі Мозамбиктің 315 миллион ақш долларының құрайтын ескі қарыздарын кешіргендіктен ғана мүмкін болды. Осы жобада сондай-ақ Ангола, Гана және Накубадағы басқа 3 әуежайда сыбайлас жемқорлыққа күдікпен Бразилияның федералы есеп палатасы тергеуді бастады. Онда даму банкі бөлінген жалпы соманың 96,5 миллион ақш доллары мақсатсыз пайдалану анықталды. Осы жобаға қатысқан барлық қайраткерлер кейіннен сыбайлас жемқорлық үшін сотталды. Екінші жағынан, Бразилия өзінің солтүстік ағасына байсалды көзқарасты сақтайды. Мысалы, Куба, Никарагуа немесе Венесуэла сияқты оңтүстік Американың басқа елдерінен айырмашылығы солшыл антиимпериалистік күреске идеологиялық міндеттемесіне байланысты ақшты әр қадам сайын жаулап алғысы келеді. Бразилия американдықтарға және кез келген басқа ұлы державаға қарсы ашық қарама-қайшылықты позицияны ұстанған жоқ. Алайда Бразилия көп жақты дипломатиялық шеңберді нығайтуға және негізі халықаралық институттарды басқару құрылымын қайта құруға бағытталған белсенді күш-жігер жұмсау арқылы американдық гегемонияны әлсірету белсенді түрде ұмтылуда. Бразилия үшін бір полярлы әлем ыңғайсыз, өйткені ол оның жоғары көтерілуге деген ұмтылысын тежеуі мүмкін. Ал Бразилия сияқты мемлекеттер кіші серіктес спутниктер немесе одан да жаман сияқты қаруды қаламайды. Сондықтан Бразилия Пакс Американы сақтауды өзгеріске ұшырайтын фактор ретінде қарастырады. Шынында да бұл тәртіп әлсірейді, бірақ оның толық жайылуына кепілдік берілмейді. Сондықтан Бразилия жаһандық тепе-теңдікті өзгертуге ұмтылатын басқа ойыншылармен серіктестік, Бразилияның ықпалын күшейтетін және ортақ мақсаттарды көздейтін күшті көбейтетін фактор ретінде қарастырады. Мұны ең айқын көрсетті Бразилияның БРИКС альянсына белсенді қатысуы. Ол дамып келе жатқан экономикасы бар елдер мен көпполярлы әлемдік тәртіп жақтайтын ревизионисті державалар болып табылатын елдердің ұжымдық мүдделерін білдіреді.
Бұл тағдырда экономикалық алмасудың ауқымын ескере отырып, Қытай Халық Республикасының серіктестік маңызды. Бұл Вашингтон үлкен күдікпен қарайды. Алайда Луланың мұндай талапты және көп полярлы саясаты аналитикалық тараптың екінші бөлігінің пікірінше Бразилияның халықаралық деңгейде әлсіреуіне ықпал етеді. 2023 жылы президент қызметінде кіріскеннен бері Лула сыртқы саясатты өзінің үшінші мерзімінің басымдықтарының бірі ретінде анықтады. Еңбек партиясының жетекшісі өзін қоршаған ортаны қорғау және жаһандық оңтүстік деп аталатын одақты қолдау арқылы өзін әлемдік көшбасшы ретінде көрсетуге тырысты. Дегенмен, оның ұстанымдары радикалды және идеологиялық болып саналады. Бұл оның көшбасшы ретіндегі беделіне, сондай-ақ Бразилияның имиджіне нұқсан келтіреді. Луланың халықаралық одақтастарын мұқият қарау кезінде өте күмәнді құрам пайда болды. Латын Америкасында ол Никарагуаның авторитарлық жетекшісі Даниэль Ортеганы қолдаумен танымал. Үйге жақынырақ Бразилия президенті Венесуэла диктаторы Николас Мадуроның тіпті шілдеде өткен сайлауда бұрмаланған кейінде қолдау қимылдарынан аулақ болмайды. Лула Венесуэла оппозициясының жеңістерін мойындамады, бірақ Мадуро үкіметін сайлау кезінде елеулі бұзушылықтар үшін айыптаған жоқ. Дегенмен Бразилия президенті жаңа сайлау өткізуді ұсынды. Бұл өз кезегінде Мадуроның наразылығын тудырды. Қазіргі уақытта планетада болып жатқан ең үлкен қақтығысқа көшсек, Луланың Украинаға қарсы көзқарасы аясында Путинге деген шарасы Бразилияны батыс мемлекеттері мен Латын Америкасының басқа елдерінің қарама-қарсы жағына қояды. Оның Украинаға қатысты саясатын қорғаушылары Бразилия тараптарының ешқайсына қарсы тұрмай, делдал рөлін ойнауға тырысады, деп мәлімдейді. Бірақ мұндай түсініктеме Қытай коммунистік партиясының ұстанымынан да алыс емес. Сондықтан өткен маусымда француздық Liberation газет партиясының еңбек көшбасшысын Лула көңілсіздік деп аталып, өз нөмірінің мұқабасына орналастырды және президент өзін батыстың жалған досы сияқты ұстайтынын мәлімдеді. Алайда оның Ресей-Украина қақтығысының ортасында болуы Лулуды Газа соғысында дәл осындай ұстанымға итермелейді. Онда Бразилия президенті Израильдің Газаға шабуылын Холокостпен салыстыра отырып, арабтардың жағына шықты. Әрине, Израильдің реваншист қызметін халықаралық органдар немесе мемлекеттің өз бақылап ықтимал жазылуы керек. Бірақ Луланың кабинеті әлдеқайда алға жылжыды. 30 шілдеде вице-президент Жералду Алкмен Иранның жаңа президентінің инаугурациясына қатысты. Ол өлтіргенге дейін Хамас жетекшісі Исмаил Ханияның жанында отырды. Суретте экстремист топтардың басқа мүшелерін хуситтердің баспасөз хатшысы Мұхаммед Абдул Саламды, ислам жихандығын жетекшісі Зияд Ан-Халақты және Хезболла жетекшісінің орынбасары генерал Наим Кассемді көруге болады. Мадуро, Ортега, Путин немесе Хамас, Хезболла, Хусит немесе Иран басшылары сияқты қайраткерлермен қоршалған халықаралық саясаттың елесі кейбір бақылаушылар прагматикалық деп санауы мүмкін, бірақ мұндай стратегия Бразилияға қымбатқа түседі. Боялған сурет тек сөйлеу фигурасы емес. Бұл елге миллиард доллар шығын әкелуі мүмкін. Ол мемлекеттен шетелдік капиталды итермелейді. Ол әлі күнге дейін негізінен батыс банктерінде сақталды. Осылайша бұл Бразилияның әлеуметінің гүлденуіне жол бермейді. Осы тұрғыдан алғанда Луланың саясаты авторитарлық билеушілердің алшақтап, басқа демократиялық елдермен, соның ішінде НАТОға кіру мүмкіндігімен тығыз байланысқа ұмтылған Хавьер Милейдің әрекеттерінен күрт айырмашылығы бар. Сондықтан Бразилия жоғары көтеріле алмайды. Супердержава ойыны әрқашан бұқаралық ақпарат құралдарына жақсы сатылады. Бірақ қарапайым Бразилия азаматы үшін көптеген өзекті мәселелер бар. Бразилия былайша айтқанда империялық жоспарда жақсы көрінеді. Бірақ қарапайым адамдар үшін әлдеқайда маңызды көрсеткіш болып табылатын адам әлеуетін дамыту тұрғысынан ел әлі де көңілсіз болып көрінеді. Бразилия әлемдегі 8-ші ірі экономика болуы мүмкін. Бірақ 212 миллион адамға бөлінген бұл байлық оны жан басынан шыққан ВВП бойынша әлемде 76-шы орынға қояды. Жылына 11 мың доллармен орташа бразилиялық, орташа түркмен, Қытай, түркі, мексикандықтар және тіпті ең жақын бәсекелес аргентиналықтар артта қалды. Неге олай? Көптеген себептер бар, және барлық мәселе осыда. Бұл көптеген себептер кейде Бразилияның құны деп аталады. Джордж Қорының
экономисі Самуэль Тессонның, Хулия Варгастың пікірінше, Бразилияның экономикалық дамуына ең үлкен кедергі еңбек өнімділігінің төмендігі. Бразилиялық жұмысшысы бір сағатта американдық жұмысшысының сол кезеңдегі өндірісінің тек 20%-ын ғана өндіреді. Мұның басты себептері ресми білім деңгейінің төмендігі және елдің бразилиялық құны деп аталатын құрылымдылық тиімсіздігі. Әрі қарай, Тессоа бізде өте күрделі салық заңнамасы бар. Ол ауқымды сол процестерін тудырады және компаниялардың өз міндеттемелері бойынша төлеуі үшін бухгалтерлердің шамадан тыс санын талап етеді деп қосады. Және шын мәнінде, дүниежүзілік банктың мәліметі бойынша, Бразилия бұл ең көп уақытты есептеуге және салық төлеуге жұмсайтын ел. Бразилиялық компаниялар салық бюрократиясын жеңуге 1958 сағат және жылына 60 миллиард реал жұмсайды. Латын Америкасындағы Боштың вице-президенті Вольфрам Андрес 2017 жылы Испаниядағы Боштың сатылымы Бразилиядағы Боштың сатылымына тең және бізде тек бір салық маманы бар. Мұнда олардың 35-і бар. Бұл Бразилияның құны. Сондықтан 190 елдің ішінде Бразилия белгілі бір экономикадағы кәсіпкерліктің жеңілдігін бағалайтын Doing Business рейтингінде 124-ші орында тұрғанына таңғалмаңыз. Экономикалық еркіндік тұрғысынан алғанда, ел мұра қорының экономикалық еркіндік индексінде 184 елдің ішінде 124-ші орынға ие болып, көңілін қалдырады. Және бұл мәселе тек күрделілікте ғана емес, сонымен қатар салық салу ауқымында Бразилияда әлемдегі ең жоғары қосылған құн салығы болуы мүмкін. Ол 27,97% жетуі мүмкін. Бұл әлемдегі ең жоғары көрсеткіш. Салыстыру үшін көршілес Парагвайда ең төменгі мөлшермен 10% құрайды. Боливия мен Қытайда 13% алынады. Аргентина экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының мәліметі бойынша көршілер арасындағы ең жоғары мөлшерлеріме 21% және бұл өмірдің барлық салаларында байқалады. Авиацияны алайық. Халықаралық әуе көлігі қауымдастығының мәліметтері бойынша әлемде берілген талаптардың 95,5% бразилиялық жолаушылардан келеді. Соттан тыс реттеу мен жолаушыларға көмек көрсетудегі сот процестерінің жалпы құны 1 миллиард реалды құрайды деп есептеледі. Бұл Бразилияның әділетті жүйесі тым патерналисті және адамдар арасындағы шарттарды құрметтемейтіндігіне байланысты. Заң үстемдігі мәселелері барлық жерде бар сияқты. Бірақ Бразилия жағдайында бұл билеуші партияның сот билігін басып алу мәселесі емес, сот билігі өз үшін тым көп өкілетті алуға ұмтылу мәселесі. Atlas Intel жүргізген және ақпан айында жарияланған зерттеу бразилиялықтардың 47% өз елін сот билігінің диктатурасында өмір сүреді деп санайды. Елдің жоғары сот органы, жоғарыда федералды сот, демократияның қорғауда бірқатар заңгерлердің пікірінше, іс жүзінде керісінше демократиялық негізге нұқсан келтіреді. Жоғарғы федералды соттың сот ісін теріс пайдалануы мен белсенділігін әртүрлі жағдайларда қазір соттарға төмен шешімдерге көрініс табады. Сылтауы әрқашан бірдей жалған жаңалықтар. Көрнекті мысал, жоғарғы федералды сот шығарған бұрынғы Twitterдегі X платформасына жақын тыйым салу. Бұл оқиғаның барлығы New York Times тақырыбында жақсы көрініс тапты. Дәйек сөз, жалған ақпараттармен күресу үшін Бразилия бұл судья Александр де Мораеске интернет басқаруға кең өкілеттік берді. Енді ол сайтты бұғаттағаннан кейін X, кейбіреулер бұл жақсы идея ма деп ойлайды. Дәйек сөздің соңы. Сот билігінің шамадан тыс күшеуі, қылмыстың шамадан тыс күшеуінің туындысы болуы мүмкін. Бразилия өкінішке орай бүкіл әлемдегі қылмыстың жетекшісі ошақтардың бірі ретінде танылады. Дәл осы жерде ең көп қасақана кісі өлтіру орын алады. 2022 жылы 44.300 жағдай. Бразилиялықтардың 3-тен 2-сі әлі күнге дейін түнде жалғыз жүруден қорқады. Бақытымызға орай ел үшін бұл үрдіс құлдырауда және әлемде 1000 адамға шаққанда кісі өлтіру деңгейі жоғары. 20 ел бар. Дегенмен қауіпсіздіктің болмауына байланысты басқа да мәселелер бар. Мысалы, көшедегі тонау немесе есірткіні ашық пайдалану. Бұл өмір сапасын теріс әсер етеді. Елдің жеңіл жерлері Амазония үшін жауапкершілігі туралы ұмытпаңыз.
Сонымен қатар Лула кабинетінің ең үлкен ұлттық сәтсіздіктерінің бірі тропикалық ормандағы өрттердің таңғаларлық саны. Тек шілдеде 11 мың орман өрті болды. 2024 жылдың бірінші жарты жылдығында Бразилия Амазонкасында 7,5 миллион акр өртенді. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 122%-ға өсті. Жалпы алғанда 2024 жылы Амазонкадағы орман өрттері үшін 2005 жылдан бергі ең нашар жыл болады. Луланың бірінші президенттік мерзімі және соңғы бірақ кем дегенде қаржы. Соңғы 15 жыл ішінде Бразилия бюджеті әрдайым тапшы болды. Негізінен ауқымды әлеуметтік бағдарламаларға байланысты. Бұл мемлекеттік қарыздың өсуіне әкеледі. Ол 2011 жылы жалпы ішкі өнімнің 60%-дан бүгінгі күнге дейін 85%-ға дейін өсті және КВК мәліметтері бойынша 2029 жылға қарай тіпті 95%-ға жетуі мүмкін. Мұның бәрі өз ақшаларымен шамадан тыс экономикамен байланыстырудан тартынатын халықаралық инвесторларды қатты алаңдатады. Бақытымызға орай 2015 жылдан бастап елде сауда балансын үлкен профицит бар. Бұл экономистік жазуының бір себебі жедел қаржылық дағдарыс қаупі жоқ. Орталық банктің 360 миллиард долларлық резервтері бар. Бұл оны тұрақты жаһандық сілкініске айналдырады. Мемлекеттік қарыздың барлығы дерлік жергілікті валютада көрсетілген. Соңғы 7 жылда қабылданған еңбек зейнетақы және салық реформалары өсуге біршама серпін береді. Ол қарапайым болса да болжамдардан озып кетеді. Жақсы немесе жаман, бірақ бразилиялықтар фискалдық бринкманизмнің шеберлері. Және бұл толық сурет. Бразилияда шексіз ресурстар бар. Үлкен аумақ, керемет жағалау сызығы және тиімді пайдалануға болатын үлкен экономикалық аумақ бар. Жақын жерде тікелей қаупі жоқ. ақш түзу сызықта 3000 шақырымнан сәл асады. Ал Қытай бүкіл әлем бойынша бүгін әдепкі операциялық жүйе ретінде демократияны өте дамыған өнеркәсіптік секторды және ең батысты 2012 миллионнан астам адам түріндегі орасан зор адами капиталды сондай-ақ дамыған елдердің стандарттары бойынша 1,164 туу коэффициентін қосыңыз. Қорытынды комбинация алдағы жылдардағы өсу чемпионы мен әлемдегі ең ірі 5 экономикада орын алатын ықтимал ауыр салмақ үшін тамаша рецепт сияқты естіледі. Алайда белгілі болғандай, шындық күрделірек және шайтан әдеттегідей егжей-тегжейлі. Бюрократия мен заңнаманың шамадан тығын кеңеюі, мәнді сыртқы саясат және империялық қалулардан туындаған әлемнің негізгі деспоттары мен достық қарым-қатынас орнату, қаржылық ысырапшылық және қылмыс. Мұның бәрі және тағы басқалар күшейіп, Бразилияның бағасын көптеген адамдар үшін қолайсыз етеді. Осылайша Бразилияның әлеуеті оның аудан сияқты орасан зор, бірақ оны пайдалану үшін басқа жолды таңдау керек. Әйтпесе Бразилия жаһандық оңтүстіктің көшбасшысы емес, әлеуетті ысырап болғандардың көшбасшысы болады. Бұл ақпарат Good Times, Bad Times каналынан алынған.